Самал, тез плееріңді берші. Тез. Ол тезірек. Бірақ бірден ескертемін. Сабыр сақта. Мұның не? Мінекей, мынау магнит. Енді маған жіп керек, жіп. Сенде жіп бар ма? Менде жоқ. Сенде бар ма? Жоқ, алған жоқпын. Жіп. Тез, кроссың бауынағы тез бол, профессор. Не ойлап таптың? Не істеп жатыр? Білмедім. Опа! Қане? Мұны жылжыту үшін қажымұқан керек шығар. Мүмкін қабырғаларда бір тесік бар шығар. Онда көрейік. Мына жер салқын екен. Мен тоңа бастадым. Самал, біз тағы көрейік. Кеттік, профессор. Біз ары көрейік. Нұржан! 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 Той! Ей, мұнда жол жоқ. Ары қарай жүру керек. Жүріңдер. Қайда болдың сен? Айналып келдім ғой, қызықсыңдар. Бар ма бір нәрсе? Мәс саған. Саған керек асық па? Әбден басымызға бәле болып бітті ғой асық осы. Енді не істейміз? 9 ғасырда аталарымыз бұның бәрін қалай ойлап тапқан? Бұл дегенің дамыған механика, тіпті автоматика ғой. Адам қамалып шығамай жатса, сен де автоматика деп. Бека, кеттік жүр. Мынада ма? Бұл емес ау. Мынау емес. Қайда өз? О, Антонио, ассалаумалейкум. Сеньор Жома, Бека, ¿cómo estáis? Жақсы, брат. Өзің қалай өзің? Жақсы. Біздің жігіттер жақсы қызмет жасап жатыр ма? О, окей. Бопты да. Excelente. Антонио, жинал. Беканың ағасы Қазығұртта көкпар беріп жатыр. Соған барамыз. Kopar? Ол не? Білмей ма? Білмейді Көкпар не ғой. знайде? Білмеймін Ой, kopar. лошадь. Плошадь, концерт пе? Ой, көкпар деймін. Лошадь. Ой, Бека Тора, қатырасың. сөзеді. Си. Вот, козел. Вот тағымға басқанский. Түсіндің ба? Си. Мен телевизор көрген. Соны Kopar. көзбен көреміз. Жүр кет, қоша күтіп тұрасың. Коша барады? Уайымдама, барады. барады, жүр. Неген уайымдама, Аха, Антонио. Кейін ол, болды. иә. Мен қазір шығады. Біз мына дүниені дұрыс бағаламайды екенбіз. Мына тастың ар жағында әдем табиғат, көгілдір аспан, адамдар бар.
солардың арасында жүру, солармен араласу қандай ғажап десейші. Тіпті бізді басқалардан артық көретін, күтетін әке, анамыз да сол жақта. Ал мен оларға ең болмаса жылы сөзімді де көп айтпаппын. Егер адам өз кемшілігін көріп, оны түзей білсе, даналыққа бір қадам жақын екен. Мына өңгірде даналық не қажеті бар? Онсыз да міне, бір профессор тұрғы алдымызда. Самал. Назгүл қандай қыз? Назгүл? Назгүл адамгершілігі мол, көңілі кең адам. Қай кезде де көмек беруге дайын. Сосын ол өте өнерлі қыз, керемет. Ол бала кезде әртіс боламын деп армандайтын. Бірақ ата-анасы жібермеді. Оны неге сұрадың? Менде бұрын ондай болмаған. Назгүлді кездестіргелі жиі ойлайтын болдым. Оппа! Болды. Тындың, профессор. Бұл деген махаббат. Бірақ өңгірдегі махаббаттың ешкімге керек жоқ. Нұржан, олай демеші. Иә. Назгүлге осы сезімімді білдіре алмағаныма қатты өкінемін. Ал сен өзіңдегі махаббаттың шынайлығына сенбісің бе? Хоп! Әрине, мен оған шын ғашықпын. Оның қараған көздері әлі көз алдымнан кетер емес. Самал, Иә. сен жақын құрбысы боласың ғой. Назгүлдің жігіті бар ма? 3-ші курста оқып жүрген кезде бір жігіт сөз салған екен. Ұнатпаған соң келісімін бермепті. Жалпы жігіті туралы маған ештеңе айтпады. Жігіті... Мүмкін жоқ шығар. Жігіті болса не бопты? Махаббат үшін күресу керек. Сен қайта? Оларда мықты екенін дәлелдеуің керек. Нұржан, сен мені білесің ғой. Қыздарға ебім жоқ. О, торымыз. Жоқ, қыздарға сенің ебің емес, шынайлығың керек. Ал досым, одан да мына жерден тезет шығуға әрекет жасайық. Онсыз да әрең жанған махаббатын соң қалмай тұрғанда. Онда тас қақпаның алдында мұқият қарайықшы. Иә, кетіп жүріңдер. Кетсек кеттік. Ай, молодец. Ешегі тұлпар екен. Көкпарға келді. Ешегі жақшаба деген ол. Көкпардың аттары ғой. Антонио. Көкпар деген осы болады, братан. О, yes. Көкпар біздің төленеріміз. Классика. Классика спорт. О, бас! Ал, Жома, жүр. Ағалармен Жарайды, амандасып бара келейік. береміз. Сендер көкпар Жақсы, көріңдер. брат, бара бер. Жүр, Жома.
Антонио, атқа қалайсың? Ат классика. Каттун айт. Шаба аласың ба? Әрине шабам. Мен ат қатты шабат. Ай, мен әбден сағым қалдым. Барып бір-екі салымға қатысып қайтайын, жарай ма? Эй, Ха!